Қыздар сәлем, бүгін өте жұмсақ әрі дәмді сүзбелі бәл жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Содан кейін жұмыртқаның ағын құямыз. 1 қасық тұз, 1 қасық қант, 1 қасық дрожжи, 2 қасықтай сұйық май саламыз. Барлық қоспаны жақсылап араластырып, електен ұнды өткізіп, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 1 сағат жылы жерге жауып қоямыз. Енді начинкамызды дайындаймыз. Сол үшін 100 грамм ірімшік пен 100 грамм сүзбемізді және де көкшөп немесе көкпиязды салып жақсылап араластырып қоямыз. Енді дөңгелек формамызды шығарамыз. Оның үстіне май немесе пергамент қағазымызды қоямыз. Үстін дөңгелек форма қылып, арасын басып шығатын боламыз. Басқан жерімізге бағанағы начинкамызды саламыз. Осы видеода көрсетілгендей начинкамызды осы дөңгелектердің арасына салып шығатын боламыз. Айтпақшы, тағы айта кететін жайт, қамырымызды қатты қалың, қатты жұқа қылмаймыз, средний қылып жайып шығамыз. Себебі қалың қатын болсақ, қамырымыздың іші піспей қалады. Жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, анымыздың бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минуттай қызарғанша пісіреміз. Және де үстіне қалауынша мак, түмен немесе кунжутты қоссаңыздар болады. Міне, біздің өте дәмді, жұмсақ, ауызда үлбірейтін сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар.